2026 жыл. Қазір әлемде белгісіз вирус басталды. Бұл вирусты ойлап тапқан Мариана есімді 10 сынып оқушысы екен. Ол 2026 жылы қаңтар айында өзінің жаңа ойлап тапқан екпесімен халықты таныстыруда. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Мариана. Химия пәнін түсіне тұра, мен өзімнің екпемді шығардым. Бұл қандай екпе десеңіздер, бұл екпені еккен адам шындық айтып, өтірік айтпайтын болады. Ауызбіршілігіміз мол болып, жақсы өмір сүретін боламыз. Мен өзімнің екпемді еліміздің барлық қалаларына ұсынған болатынмыз. Қуанышымызға орай, менің екпемді еліміздің 80 қаласы халқыма егемін деп шешті. Ендеше өтіріксіз, әділетті өмір басталсын. Бейбіт ағайдың үйіне барып, уақыт машинасын қолданып артқа қайту керек. Егер саған ешкім сенбей жатса, мына білезікті бер. Мен саған көмектесемін. Мен таптым! Жарайсың. Не екен? Нақты қай уақытқа бару керек? 2026 жыл қаңтар айының 3-і. Ешқашан өтірік айтпайды. Тоқтатыңдар, бұның барлығы өтірік. Бұл алаяқ. Мен болашақтан келдім. Бұл Мариананың екпесі біздің елімізге үлкен дерт болып туды. Осы залда Раяна есімді қыз бар ма? Мен бар. Раяна, сен маған айтқансың, егер өткен шаққа баратын болсақ, сен маған мына білезікті бер. Ешкім сенбей жатса, мен сендерге көмектесемін дегенсің. Достар, мына баланың кім екенін білмеймін, бірақ мына білезік әжемнің жалғыз білезігі еді. Маған беріп кеткен. Мүмкін бұл балаға сеніп көреміз? Достар, неге біз өмірімізді қайдағы жоқ танымайтын бір қызға беруіміз қажет? Неге біз танымайтын қыздың екпесін салуымыз керек? Білем, әрқайсыларыңыздың өздеріңіздің жеке бас мәселелеріңіз бар. Бірақ бұл мәселенің шешімі бұл екпе емес. Ойлап көріңіздерші, сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді біреуге жайдан жай бере саласыздар. Сол дұрыс па? Дұрыс деп ойлайсыздар ма? Мариана кет, Мариана